Сәлем достар, ең нәзік әрі керемет болып шығатын десерттің рецептін бүгін сіздерге ұсынамын. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың көркін ашады, өте әдемі болып көрінетін десерттің бірі. Ең алдымен бір ыдысқа 10 грамм желатин саламыз. Және 200 грамм сүтіміздің жартысын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір шетіне қоя тұрамыз. Енді басқа ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Мен 60 грамм қант салдым. Егер тәтті болсын десеңіздер, біраз көбірек салуға болады. Барлығын араластырдым. Үстіне қалған сүтімізді құямыз. Қызып тұрған плитаға қойып, тоқтаусыз араластырып, қайнағанға дейін апарамыз. Бірақ массаны қайнатпаймыз. Енді ысып тұрған массаға жаңағы желатинімізді салып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Үстіне 200 грамм қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20%. Барлығын араластырамыз. Енді құятын ыдысымызды дайындап аламыз. Жарты ыдыс болатындай ғып массамызды құямыз. Кез келген жеміс жидек қолдансаңыздар болады. Мен малина қолдандым. Малинаны үстіне салып шығамыз. Қалған массаны бетін жауып тұратындай етіп, барлығын құямыз. Енді үстіне қайтадан малинамызды қойып шығамыз. Осылай әдемі болып шығады бізде десерт. Енді бұны суық жерге 2-3 сағатқа қойып қоясыздар. Уақытымыз өтті. Керемет әдемі әрі ерекше болып шықты. Өте нәзік болып шығады. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде жасап, өздеріңіз баға бере жатарсыздар. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын.